Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен биылғы жылдың трендіне айналған шағын бента торттарын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен апельсинді курт дайындаймыз. Ол үшін бізге жарты апельсиннің сыртқы қабығын, яғни тек сары жерін үккіштен өткізіп алу керек болады. Енді сотейнигімізге сарыуызымызды, шекерімізді, майымызды және жаңағы цедрамызды, апельсинді сусынымызды құйып, отқа қоямыз. Орташа отта қоюланғанша ұстаймыз. Жүгері крахмалын сумен араластырып, қоюланған апельсинді массамызға қосамыз. Және отымызда араластырып тұрып 3 минуттай ұстаймыз. Осындай қою масса шығуы керек. Енді оттан алып, басқа ыдысымызға міндетті түрде ситадан өткізіп құйып аламыз. Енді куртымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, ең алдымен бөлме температурасында суытып, кейін 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді бисквитін жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды ақуызы мен сарыуызын бөліп алып, ақуызымызға шекерімізді қосып, 2-3 есе ұлғайғанша, аппақ масса болғанша миксерлейміз. Кейін сарыуызымызды біртіндеп қоса отырып, оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Енді қопсытқышымыз бен ұнымызды ситадан өткізіп, 2-3-ке бөліп, жұмыртқалы массамызға қосамыз. Лопатканың көмегімен әр қосқан сайын төменнен жоғары қарай массамызды басып алмай араластырамыз. Дайын болған бисквитті массамызды 30-19 төртбұрышты формамызға құйып аламыз. Бір келге етіп жаямыз. Және де 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскен бисквитімізді толықтай суытамыз. Бисквитіміз суығанша кремін дайындаймыз. Ол үшін барлық ингредиенттерді қосып, қоюланғанша миксерлейміз. Пропитка жасау үшін де барлық ингредиенттерді қосып, орташа отқа қоямыз. Қанты ерігеннен кейін оттан алып, толықтай суытамыз. Суыған бисквитімізді осындай домалақ форманың көмегімен кесіп аламыз. Менде форманың өлшемі 9 см. Барлық бисквитімізді осылай кесіп алып, тортымызды жинаймыз. Әр қайсысы 2 бисквиттен тұратын 3-4 жасаймыз. Ең алдымен пропитка жасап аламыз бисквиттерімізге. Бетін ақырын ғана пышақтың көмегімен алып тастадым. Екінші бисквитімізді де пропиткалаймыз. Кондитерлік қапшықтың көмегімен бисквитімізге кремімізді бір қабат жағып аламыз. Екінші мәрте кремімізді тек шетіне ғана бір қабат жағып өтеміз. Ортасына алдын ала дайындап алған апельсинді куртымызды құямыз. Және де пропиткаланған жағын төмен қаратып, екінші бисквитімізбен тортымызды жабамыз. Кремнің қалдықтарын жан-жағына жағып шықсаңыз болады. Қалған 2 тортымызды да дәл осы тәсілмен жинаймыз. Және де қалған кремдерімізді әртүрлі түске бояй отырып, 3 тортымызды 3 түрлі етіп өзіңіздің қалауыңызға қарай сәндесеңіз болады. Дайын болған торттарымызды тоңазытқышқа кемінде 3-4 сағатқа қоямыз. Біздің өте дәмді шағын бента торттарымыз осымен дайын болды. Дәл осы рецептпен сіз де жасап көріңіз, сіздің де көңіліңізден шығатынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда сіздерді әлі де талай дәмді рецепттер күтетін болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.